Play Market'тен Trendyol приложениесін жүктеп аласыз. Осылай ашылады. Мына жерде кодын деп тұр, ол әйелдерге арналған нәрселер, еркек деген ер адамдарға, және мына жерде категориялары бар. Бұл жерде барлық нәрсе топтастырылып қойылған, аксессуарлар бөлек, сумка, аяқ киімдер, детский киімдер, хоста бар, электроника не керек бар. Мына жерде долап деген біздегі OLX сияқты қолданылған, ұсталған заттар. Тоже киімдер, әртүрлі басқа заттар бар. Даже мебельге дейін бар, мінекей. Осы жерден әрқайсысына кірсеңіз, оның ішінде де топтастырылған. Мебель болғанда люстра бөлек, жаңағы үстел отырғыштар бөлек, кілем бөлек деген сияқты, диван бөлек, барлығы. Мына жерде ыдыстар да бар бұл жерде. Осылай әрқайсысын өзіңізге қалған нәрсеңізді осылай тауып алсаңыз болады. Мысалға қазір маған кірейік Trendyol коллекшнға. Бұл жерде енді киімдер. Қазір мысалға мына жерде аяқ қабы деген аяқ киім, іш киім, үсті киім дейді, сырт киім, яғни бәрі бөлек-бөлек көрсетілген. Мысалға үсті киім дегенге кіріп көрейік. Енді мына жерде фильтрлер бар. Серала дегенге кірсеңіз, бұл жерде ең арзаны, ең түсік фиат деген, ең бағасы төменнен бастап қарасаңыз болады. 17 лирадан бастап тұр. Ең юксук фиат дейді, яғни ең қымбаттары, мінекей. Бұл жерде енді брендовый киімдер болады. Чок сатанлары ең көп сатылғаны, ең фаворит, ең кенділері деген, ең жаңа новинкалері, ең көп заказ бергендері деп осылай топтасты фильтрмен таңдасаңыз болады. Және бұл жерде фильтр деп тұрған жерде, бұл жерде маркаларын таңдауға болады, яғни осы жерде фирмаларды таңдасаңыз болады, қай фирманың киімін қарағыңыз келеді. Беден деген размерлері, сізге именно қандай размер керек, осы жерден таңдасаңыз болады. Сол размері бар киімдер шығады. Фиат дейді, бұл жерде де бағасы, қандай аралықтағы суммаға керек сізге. Мысалға 40 лира мен 60 лираның арасында деп, яғни арзаны керек па, қымбаты керек па, осы жерден фильтрге қойсаңыз болады. Мына жерде барлығы, ұзындығы бой дейді, жеңінің ұзындығы, барлығын, қол типі деген, яғни жеңі ұзын ба, қысқа ма, қандай, барлығын, енді түсініксіз нәрселерді осы жерден скрин жасап, переводчикке қойып аударып алсаңыз болады. Реңк деген түстері, мысалы сізге именно қызыл түсті киім керек болса, осылай қойып тамам дейсіз. Сонда қызыл түсті, қызыл оттенкімен киімдердің бәрі шығады. Оның ішінде де енді именно қай киім керек, тоже фильтрден қойып алсаңыз болады. Немесе мына жерде поиск тұр, сол поискке именно сізге қандай зат керек. Мысалы мына жерде категорияның ішінде жоқ болса, именно не керек екен мына жерге қойып іздесеңіз болады. Оны жаңағы переводчиктан переводтап аласыз, түрікшесі қалай болады, түрікше қоясыз. Мысалға мен мына жерде өткенде мольберт қарағанда переводтап алып қойғанмын, собеле деймін. Сонда барлық мольберттерді көрсетеді. Оны да бағасы арзаны керек па, қымбаты керек па, тоже фильтрмен нетіп отыруға болады реттеп. Осылай барлық нәрсені қарап, өзіңізге заказ бере аласыз. Және біз жерде тағы да айта кетейін, заттарды қарағанда, мысалы аяқ киімдерді қарайық, жұлдыздарына қарауға болады. Яғни ол алған адамдардың бағасы берген. Ең максимум 5 жұлдыз бар бұл жерде. Яғни мына жерде 4,5 жұлдыз деп тұр, яғни ол жақсы. Яғни адамдарға ұнаған, яғни сапасы жақсы екенін көрсетеді. Егер жұлдыз аз болып тұрса, бұл жерде онда көп адамға ұнамаған дегенді білдіреді. Мына жерде барлық размерлерін таңдай аласыз. Және төмен қарай түсе берсеңіз, мына жерде тағы түрлерін көрсетеді. Және отзывтар бар адамдардың. Отзывтары кім қанша жұлдыз қойды, бұл жерде 474 отзыв тұр екен. Бәрін ашып, жаңағы скрин жасап осы жерден переводчикке қойып, адамдардың отзывын оқып алуға болады. Көп адамдар 5 жұлдыз қойған екен, яғни 1 жұлдыз қойса, ол не үшін 1 жұлдыз қойды, яғни неге ұнамай қалды, соны переводпен оқып алуыңызға болады. Және мына жерде фотоаппараттың суреті тұр, және 57 деп тұр, яғни бұл фотоотчеттар, алған адамдардың фотоотчеттары, 57 фотоотчет бар екен мына жерде. Шынымен де алған адамдар қалай болып тұратынын көрсетеді осы жерде. Осылай барлығын анықтап алуға болады. Сұрақ қоюға болады, сатушыға сұрақ қоюға да болады бұл жерде түрікше, яғни өзіңіз орысша жазып переводпен түрікшеге аударып алып, осы жерге қойып сұрағыңызға жауап алуға да болады.